Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Бүгін бізде логикалық есептер тақырыбы ары қарай жалғасады. Бүгінгі сабақта кеңістік ойлауды дамытатын логикалық есептерді шығаруды үйренетін боламыз. Қазір мен сендерге кітабымыздың 60-шы бетінде берілген 3-ші тапсырмадағы жәнегі сызбадағы барлық тіктөртбұрыштардың атауларын қалай жазу керектігін түсіндіріп беремін. Балалар, бізге жәнегі мынандай тіктөртбұрыш берілген. Бұл жерде барлық неше тіктөртбұрыш берілгенін сендер жазып шығасыңдар. Яғни мынандай нелердің тіктөртбұрыштардың атаулары не? А, В, М, О. Яғни балалар, сағат тілімен жәнегі жазып өтеміз. А, В, М, О тіктөртбұрышы. Келесі В, С, М тіктөртбұрышы. Келесі С, Д, К, Н. Келесі Д, Е, H, К. Одан кейін Е, Ф, П, H тіктөртбұрышы. Одан кейін балалар, енді біз мына үлкен бір тіктөртбұрыш бар, соны жазамыз. Одан кейін келесі міне мына жерден былай қарай алсақ, тағы да бір тіктөртбұрыш. С, Н мен алсақ, тағы да бір тіктөртбұрыш. Осылай тіктөртбұрыштардың барлық атауын жазған кезде бізге жәнегі 15 тіктөртбұрыш пайда болады екен. Келесі кітаптарының 61-ші бетінде берілген 7-ші тапсырма есептердің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Бұл жерде балалар мен сендерге түсіндіру үшін біріншіде өрнек түрінде жәнегі бір амалдан қана жеке-жеке тауып жолдарын көрсеттім, басқаларында өрнек түрінде жаздым. Енді қоймада 40 000 дәптер бар, оның 8 000 жолды, ал қалғаны торкөз дәптер дейді. Міне балалар, барлығы 4 000 дәптер, жолды дәптер 8 000, ал торкөз дәптер қанша екені белгісіз. Бізден сұрап тұрғаны торкөз дәптер қанша және жолды дәптер торкөз дәптерден қанша есеге кем екенін табуымыз керек. Ол үшін мен ең бірінші торкөз дәптер қанша екенін табамын. 40 000-дан 8 000-ды азайтсақ 32 000. Яғни торкөз дәптер 32 000 екен. Енді жолды дәптердің қаншаға кем екенін табу үшін 32 000-ды 8 000-ға бөлеміз, тең 4. Олай болатын болса, жолды дәптер 4 есе аз болады екен торкөз дәптерден. Келесі тапсырмада қоймада 4 000 дәптер бар, оның 8 000 жолды, ал қалғаны торкөз дәптер. Торкөз дәптер 100 данадан қораптарға бөлініп салынды. Торкөз дәптер неше қорап қажет болды дейді балалар. 40 000-ды 8 000-ды азайтамыз, 32 000, 32 000-ды 100-ге бөлсек, 40 000, 32 000-ды 100-ге бөлсек, 320. 40 000, 8 000, е балалар, 320 қорап бізге қажет болады екен. 320 қорап қажет болады екен. Келесі тапсырмада жылыжайда 2 тонна қызанақ өсірілді. Оның 569 килограмм қызанағы базарға жөнелтілді, ал қалғаны әр жәшікке 27 килограммнан бөлініп салынды. Қызанақ салу үшін қанша жәшік қажет болды дейді. Бұл жерде балалар өрнек түрінде жазамыз. 2000-нан 569-ды азайтып 27-ге бөлеміз. Яғни 53 жәшік қажет болады екен.